Қазақ даласы қанға бөккен кез. Қырасып тұтқиылдан шаужайға жармасқан қалмақтар аш қасқырдай анталады. Сайманын сайлап, сауытын кигендер байтақ атырапты иемденбек болды. Бірақ қашанғы текті қасиеті қанына сіңген қазақ батырлары бабадан мұраға қалған жерді жау қолына ұстата қойған жоқ. Қасық қаны қалғанша ұлан қонысты қорғап қалды. Қатынын жесір, баласын жетім еткен жоқ. Мұндай қайсарлықтан жортқан жоңғардың сағы сынып, тұқымы құрыды. Дұшпанның тізесін дірілдеткен батырлар саны қайсар қазақта аз емес. Қылышынан қан тамызған оғландардың бір сыпырасын бүгінгі өскін жаңылмай таниды. Сол саптан тұлғасы бөлек, бітімі ерек ер Жәнібекті ерекше атауға болады. Тектілерден тараған Апайтөс Баһадүрді дәріптеу осы күні қарқын алды. Мұқым жұрт былтыр батырдың 300 жылдығын дүркіретіп атап өтті. Абылайдың сенімді серігі болған ер Жәнібектің ерлігі бізден кейінгі бірнеше буынға да аңыз болып айтылары сөзсіз. Елімізде ханның не батырдың ескерткіші тұрмақ, олардың атында білім мәдениет нысандары керек десеңіз жалғыз жарым көшеде болған жоқ. Қазақ хандарының аты-атылы қалған жағдайда оларға үстем тап өкілі ретінде келеңсіз баға беріп, қисынсыз айып тағылды. Кеңес заманының ащы шындығы дәл осылай болатын. Алматы, түн, Қара Жорға кафесі. Ер Жәнібектің ерлігін елге ұлықтаудың, отанын қорғауға өмірін арнаған батырдың 300 жылдық тойын бүкіл халықтық ел болып өткізудің жолдарын бекітіп, жоспар құруға бас қосқан ғалым, тарихшылар мен бизнестің белсенді өкілдері. Батырдың торқалы тойын күллі халықтық деңгейде көтере отырып, 6 алашқа сауын айтатын жиынды жоғары деңгейде өткізу мақсатында бас қосқан отырыстар жиіледі. Бұндай ақылдасу, пікір алмасуға арналған жиындар бір күн емес, бірнеше аптаға созылды. Ғалымдар бастап, елге еңбек еткен бизнестің белсенділері, жомарт жандар қаржылай қостап, ақыры ұлы тойды өткізудің аймағы анықталды. Ауқымды істі атқарудың жоспары бекітілді. 2014 жылдың қаңтарында Алматыда баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 6 алашқа сауын айтылып, батырдың асын өткізіп, ат шаптырар күнде белгіленді. Ол Шығыс Қазақстан облысының Қалбатау бөктерінде болып бекітілді. Қазақ тарихында елге Жәнібек болып танылған 3 бірдей болмысы оқшау тұлға бар. Алғашқысы Ноғайлы жұртының ханы Әз Жәнібек. Кейінгілері Абылайдың қолбасшыларының біреуі Шақшақ Жәнібек және Ер Жәнібек. Біз сөз еткелі отырған Ер Жәнібек Керейдің Жәнтекей руынан тараған. Әкесі Бердәулет атақты Сарының ұлы, ал анасы Қадиша Сары үйсіннің танымал батыры Досымбектің қызы. Ер Жәнібек Бердәулетұлы Абылай хан дәуірінде аты шыққан қазақтың хас батыры. Қазақ даласына шабуылдаған жоңғарларға қарсы соғыстарда Абылай хан, Қабанбай, Бөгенбай, Еспенбет, Шөңкей, Ақпантай, Малай Сары сынды батырлармен тізе қоса шайқасып қазақ жерін шапқыншылардан азат етуде ерен ерлігімен аңызға айналған ірі тұлға. Керейден шыққан батырдың тәуелсіздік туын желбіретіп, жоңғарлардан елді азат етудегі еңбегін насихаттау мен оны тарихта таңбалы түрде қалдырудың басты белгісі ол әрине кітап. Батыр жайлы, оның соғыста көрсеткен ерлігі, азаттық жылдарында елге сіңірген еңбегі жайлы жазылған кітаптар. Әрине, мұна біздің бүгінгі асымыз, беріліп атқан, жасалып атқан тойымыз, ертеңгі бәйгелеріміздің барлығы да керемет жақсы, ел жұртқа абыройлы болатын дүниелер. Бірақ естеріңізде болсын, мынау кітаптан артық мәдени байлық жоқ. Осы мәдени байлықтың ең керекті уақытында оқисың, жастығының астына саласың, қалтаңа салып жүресің. Ал басқа ескерткіштер, алға атқа мінгізіп шаптырып қойыңыз, я болмаса үлкен биік діңгектер салып қойыңыз, тағы басқа.
тұрған жерінде тұрады. Қастан өткен адам ғана көреді де, сонымен жақсы болған екен деп. Ал мынау кітап дейтін, баспасөз дейтіндердің барлығы тарихтағы ең бірінші елге жеткізетін құралдар. Сондықтан осындай кітаптардың шығып атуы, осындай кітаптардың жарияланып атуы, ол Құдай тәуба. Бұл тұрғыда да аз шаруа атқарылмады. Шыңжанда Шәміс Құмарұлы Ер Жәнібек атты роман жазса, Асқар Татанайұлының тарихи дерек келелі кеңес. Баян-Өлгейде Сұлтан Тәукейдің Ақыр Жәнібек атты романдары жарық көрді. Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қорының қолдауымен еліне ұран болған Ер Жәнібек атты бірнеше томдық кітаптар, батыр жайлы ауыз әдебиетінде айтылған жырлар жинақталды, жарық көрді. Бұдан өзге де газет беттерінде ғылыми мақалалар мен дастандар, өлеңдер жазылды, жарияланды. Бұл жинақта Ер Жәнібек батыр жайлы аңыздар, шешендік сөздер, содан кейін ғылым академиясының әдебиет және өнер институтының сирек әдебиеттер мен қолжазбалар бөлімінен алынған материалдардан нақты кәдімгі описьлар, архивте сақталған материалдардан жинақталған фольклорлық деректер түгел басынан аяқ кейінгі авторлардың шығармалары емес. Өйткені Ер Жәнібек жайында бұл кісі ауыз әдебиетінде ең көп кейіптелген адамдардың бірі. Ауыз әдебиетінде Тәтіқарада, Үмбетейдің жырларында, Бұхардың жырларында, Мәшһүр Жүсіптің жазбаларында бұл кісі туралы айтылады. Ауыз әдебиетінде көп кейіптелген тұлға. Сондықтан сол материал 5-6 жыр бар осы уақытқа шейін тарихи дастанда. Ер Жәнібек өмір сүрген дәуір жоңғар шапқыншыларының қазақ даласына талай рет қанды жорық жасаған кезеңіне тура келеді. Жәңгір хан дәуірінде қазақтар мен жоңғарлар арасында 3 ірі шайқас болады. Осы кескілескен ұрыстардың бірінде Ер Жәнібектің арғы атасы Алтының ауылына жоңғарлар шабады. Сонда Алтының 1 жасқа толмаған баласы Сарыны шешелері ошаққа жасырып аман алып қалады. Ер жете келе батыр палуан болған Сары да жау қолынан қаза табады. Жәнібектің әкесі Бердәулет те мерт болған. Жатсам тұрсам, әкемнің өлімі көз алдымнан кетпейді. Көкірегімді ашу кернеп, өзімді ұстай алмаймын. Ол кезде сәби бала едім. Енді ат мініп, азамат болдым. Әке кегін қайтармасам, намыс қоймаған. Жәнібек әкесінен жастай жетім қалғандықтан Қазыбек би жиенін өз қолына алады. Батырдың балалық шағы нағашы атасы Қазыбек бидің қолында өткен туралы аңыз өте көп. Қазыбек би Жәнібекті білекті, жүректі, ақылды, жігерлі екенін байқап, жастайынан бетінен қақпай өсіреді. Ат жалын тартып мінуге жараған кезінен ақ Жәнібектің іс-әрекеті ел көзіне түсіп, аңыз боп тарап жатады. Алаш жұртының жүрегінде Ер Жәнібек болып ұялаған баһадүрдің батырлықпен бірге нағашысы қаз дауысты Қазыбек биден дарыған шешендік өнерде болған. Ер Жәнібектің шайқаста тұлпары болдырып қалған Абылай ханға астындағы көк дөненін түсіп берген көрегендігі, жекпе-жекте қалмақтың 2 батырын жеңген ерлігі, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы бөгенбайлармен тізе қоса отырып, жоңғар шапқыншылығына қарсы соғыстың аяғына дейін шайқасқан табандылығы. Кіші жүз ханы Әбілқайыр Ресей империясының бодандығын қабылдаған алмағайып тұста Керей тайпасын бастап сыр бойынан үдере көшіп, Қалба тауына одан ары Алтай асып, Шыңжан өлкесіне қарасты Байырғы мекеніне апарып орналастырған көсемдігі ел жүрегіне орнап кеткелі қашан. 300 жылдық той барысында арнайы төсбелгі де шығарылды. Бірнеше мың данамен таратылған 2 бірдей төсбелгі ел ағаларымен келген қонақтардың кеудесіне құрмет ретінде тағылды. Бұның сыртында батырдың бейнесі салынған арнайы жейде мен бас киімде жиылған жұртқа ерекше сән берді. Еліміз тәуелсіздік алған соң жоғалтқанымызды түгендеу басталып, батырлар мен билер біртіндеп ел есіне орала бастады. Бірақ олардың арасында еліне ұран болған Ер Жәнібектің аты ұзақ уақыт аталмады. Оның бір себебі батырдың ұрпақтары әрі күллі Керей руының бірнеше елге, бергісі Монғолия, Қытай, Ресей, арғысы Түркия, Германия, Франция сынды өзге де Еуропа елдеріне бытырап кетуі себеп.
Ол әрине тағдырдың жазуы. Қазақтың басынан өткен қилы оқиғалардың бүгінгі белгісі. Ал Қазақстандағы қазақтың көбі Ер Жәнібекті білмеді. Білгені айтқысы, ерлігін елегісі келмеді. Мына бірліктің, ынтымақтың белгісі осы деп мен есептеймін. Ер Жәнібек бабамыз қазақтың тас батыры ғана емес, үлкен дипломат, саясаткер болғанын білесіздер. Абылай ханның заманында қандай қиын кездер болды. Оңымыздан да, солымыздан да жау ұрғанда батырлықпен бірге арасында дипломатиялық тәлімгерлікке салып, көп нәрсені шешкен, тіл таба білген, сөйтіп барып елін жұртын сақтап қалған. Бүгін ынтымақтың, бірліктің заманы. Рас, осынау үлкен істі өткізу кезінде кейбір қазақтар керей деп өзге ағайынға жақпай қаламыз деген таяз оймен бұқпантайлап, көлеңкесінен қорқа қашқандар да аз болған жоқ. Бірақ Жәнібек керейдің емес, иісі қазақтың, 300-дің батыры. Өлі разы болмай тірі баймайды деген қағиданы ұстанған ұлтжанды азаматтардың қолдауымен Алматыдағы Риксос мейрамханасында ел зиялыларына ас беріліп, батыр рухына Құран бағышталды. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Жиылысымызға себепкер болып отырған Бахадур Ер Жәнібек атамыздың, бабамыздың рухына бағыштады, қабылдыққа жаза көріп. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Көлеңке түскен жерге күн түсті. Батыр рухы ел тәуелсіздігімен ұштасып, мәңгі жалғаса бермек. Бұл асқа жиналған ақ баталы ақсақалдарымыз бен ел азаматтарының тілегі осыны білдіргендей. Қазақ деген халықтың рухы биікте болсын. Еліміз заман, еліміз тыныш болуы, елімізді таласымен, халқымыз данасымен сақтасын, той құтты болсын. Жақсы адамдарға ат қойғызу немесе ақ батасын алып аузына түкірту халқымыздың ежелгі салт дәстүрлерінің бірі болып саналады. Жәнібек батырдың әкесі мен анасы Қадиша үйленгеннен кейін бірнеше жыл бала көтермей жүріп, соңында Жәнібекті көріпті. Перзентке зар атана қуаныштарын елмен бөлісіп, жас нәрестенің шілдехана тойын жасап ат шаптырады. Әкесі Бердәулет баласына ат қоярда арғынның шақшақ руынан шыққан қарт Жәнібекті жорықтан келе жатқан жолынан тосып, сәлем беріп үйіне қонақ етеді. Қуанышты атана ағынан ақтарылып, қой сойып адал ниетімен қонақты күтіп, балаларына ат қойып есім беруін сұрайды. Сонда атананың қуанышынан жүрегі тебіренген батыр бесікті алып, көрпесін ашып көріп, ақ батасын берген екен. Алматыда басталған ас тойдың басы еді. Ертеңінде Республика сарайында арнайы қайырымдылық концерт өткізілді. Еліне уран болған Ер Жәнібек атты концертте батырға арналған жаңа әндердің тұсауы кесілді. Сырлы әуен жанға рух, көңілге қуаныш сыйлайтын осы бір керемет кешті ұйымдастыруға ұйытқы болған атаның ғана емес, Алаштың баласы атанған Ділдахан Дәлелұлы, Серік Көкенайұлы, Асқар Жакулин, Рахат Әбдіқадырұлы сынды бір топ азаматтар себеп болды. Желде есіп сана сарайына жететін Өр Алтай қасиетті туған жер туралы отты жырлар мен әндер айтылып, залға жиналған 3000 адамның көңілі көкке жеткендей болды. Дауысы тау суының арнасындай, кешегі сал серінің жалғасындай әншілер бірінен соң бірі сахнаға шығып, Алматы түнін әсем әуенге бөлеп жатты. Here
шараларының жалғасы ретінде маусымның 20-23 аралығында Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында 300-дің баласының басын біріктірген Ер Жәнібек Бердәулетұлының туғанына 300 жыл толуына орайластырылған дүбірлі тойдың да уақыты келіп жетті. Алашқа сауын айтылған аста басталды. Салтанатты жиын Жарма ауданынан 40 шақырымдай қашықтықтағы Орбұлақ бөктерінде мәңгілік орын тепкен батырдың басына барып, аруағына Құран бағыштаудан басталды. Дүркіреген тойды көруге асық болса да, жан-жақтан жиналған жұрт аруақты аттамады. Ескерткіш басына зиярат етіп, өткенге салауат, келешекке тыныштық тіледі жаратушыдан. Біздің енді мақсатымыз егеменді еліміздің мәңгілік ел үшін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясаты 2050 жылғы бағдарламаға сәйкес барлық шетелдегі қазақтарды жұмылдырып, осы ел үшін, ұрпақ тәрбиелеу басты мақсат. Өшіп кеткен кейбір салт қазақтың түрлі дәстүрін сәулелендіріп, ата-бабамызға ас беріп, сол арқылы бір халықты берекеге шақыру. Осы ұйымдастырған шарамыз негізінен өз мақсатына жетіп жатыр. Қалбатау жазығы 100-ден аса ақбоз үй тігілген. Екі жаққа қатар-қатар жайғастырылған киіз үйлер. Ортада ерекше сәнімен тігілген тойдың басты ағордалы үйі анандайдан мемұндалайды. Оның екі жағынан орын тепкен үйлерде өзгеше ою өрнекпен көмкерілген. Құдды бір 17-18 ғасырдағы бай хан ауылында кездесетін көріністердің келбеті көз алдыңа келеді. Кең байтақ еліміздің әр өңірінен ағылып келіп жатқан қонақтар. Той тамалаушы сол өңірдің тұрғындары. Жер ошақ қазылып, қазан-қазан ет асылды. Келген қонақтарға қызмет көрсетіліп, саба-саба қымыз сапырылды. Жас жылқының етін бабына келтіріп пісіріп жатқан жігіттер. Осынау бір атаның баласында ұйымдастырылған жұмысқа қарап, қазақтың бірлігіне сан ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан тарихи салтына разы боласың. Бұл ұлы тойдың алғашқы күніндегі көріністер. Осы тарихымызға, өткен тарихымызға үлкен біз құрмет жасап отырмыз. Егерде біз өз тарихымызды білмесек, тарихымызды сыйламасақ, онда біз дұрыс ел боламыз ба, дұрыс жұрт боламыз ба. Сондықтан да мына бүгінгі тойға келген барлық үлкен ағаларымызды, еңбек ардагерлерін, халық қалаулыларын барлықтарына мың рахмет айтқым келіп отыр осы жармалықтардан. Осылай тарихқа бас иіп, тарихтан өсіп келе жатқан жетістіктерімізге жеткізіп, таныстырып, білдіріп отқан осы азаматтардың бәріне шын жүректен рахмет айтқым келеді. Дендеріңіз сау болсын деймін. Бала-шаға отбасы аман болсын демекшімін. Жеріміз тыныш болсын. Осылай үлгі өнеге көрсетіп, біздерге өсіп келе жатқан жастарға құрметті ағалар жүре беріңіздер. Мыңда рахмет сіздерге. Жәнібек атамыздың көк бесті дөнені міне, көк аты міне, иә? Енді мынау соғысының тымағы, мынау қамшысы, мынау соғысының шапаны, мынау ер тоқымы. Енді мына кісінің осы тұлдаған деп айтамыз, мынаны өлгі қайтыс болған адамның киімін тұлдап осындай асына жылы уағында асына союға арналған аты мына кісінің. Жал құйрығын күзейді, осындай міне сол кісінің Жәнібек атамыздың аты. Келесі күні тойдың ресми ашылуы жал құйрығы күзелген батырдың көк дөненіне бата жасаудан басталды. Қазақ салтында дүниеден өткен адамға тірі кезінде өзі мінген, немесе жанына жақын тартып иелік еткен малды жылдығына арнап сою дәстүрі бар. Оған дейін ол жылқы мінілмейді. Дәл осы жылдықта жылқымен бірге бақилық болған адамның киімі ер тұрманында таратылады. Батырдың астында көк дөненді көпшіліктің алдына әкеп көрініс қоюында да аса терең тарихи сыр жатыр. Сан қилы соғыста батырды жау қолына тастамай, бәйгеден де бас кеткенше тоқтамаған жекпе-жектерден де аман алып шыққан көк дөненге ауыл әжелерінің қоштасып жоқтау айтуы да өзгеше әсер берді жиналған жұртқа. Жалаулы найза жаныңды жалаулатып шақырдым. Сенің жаның Жәнібек бар халқыңның жаны еді. Сені аттан түсірмес, сол жаныңның әлегі. Қорған болу үшін де мәңгі жерге, мәңгі елге қас дұшпанды қиып
өсті өскенге жан берме. Дастан болған біз үшін айтылатын таңдарға жасымаған ұлысың, Жәнібекте жан барда. Атам береді өшпешем, там жоңғарлар мен соғысып, ақырет сапар жолдастым. Атам береді асқармен, көңліме күйік келгендер, қалмағаның дайында, отпен суға түскендер. Қазақ қалмақтың қандай қастарының бірінде Жәнібектің көзі қалмақтардың қоршауында қалған Абылай ханға түседі. Оның аты мертігіп жаяу қалған екен. Сол кезде Жәнібек ұран салып қоршауды бұзып өтіп, Абылайға көк дөненін көлденең тартқан. Сонда Абылай, қарағым-ай, өзің қайтесің дегенде Жәнібек, басшысы өлсе қолдан береке қашады. Мен өлсем қазақтан тағы бір ұл туар деген екен. Бұл батыр атымен бірге тарихта қалған көк дөненге қатысты аңыздың бүгінгі күнге жеткені. Шараға тек елімізден ғана емес, алыс жақын шетелдегі қандастарымыз да арнайы келген. Жарма ауданының көгінде ән қалықтап, палуандар күш сынасып, ақындар айтысты. Ақ сауытын киініп, ата-бабаның ақ туын көтеріп, қазақ даласының аумақтық тұтастығы мен шекара шебінің бүтіндігін қас қақпастан күзетіп, қасыққаны қалғанша, жоңғар дұшпандарымен айқасып, қасиетті атамекеннің сынық сүйем топырағын жауға таптатпай азат еткен аруақты батыр. Қаһарман хандар, ақылман билер бүгінгі әлеуетті де сәулетті қазақ елінің терең тамырына нәр беретін сарқылмас қуат десек те болады. Батырдың тойына келген ел ағалары бұрынғының дәстүріндей тарту таралғыларын ала келген. Бәйгеге тігілген қымбат көліктер мен асқа сойылған ондаған жылқы осының белгісі. Бұдан соң жоспарға сәйкес ел сахнаға қарай ағылды. Ән шашу мен театрландырылған көріністер бірінен соң бірі жалғасып жатты. Жұртым аман, болсын деп қазақ дейтін ұлтым аман, айбаты алталашқа танымалы, өлем қабағынан сыртыңдаған, қанаты талмаған қырандай самғаған, өзіңмен мақтанам жамбаған, ерлікті таңдаған, бірлікті жалғаған, тас батыр өзіңсің Жәнібек жанбаған, қырандай самғаған, өзіңмен мақтанам жамбаған. Тойда көпшіліктің көңілін бұрған тағы бір өзгеше көрініс орын алды. Ол керей кимешегі. Келісті көрікті келіндерге әжелер сонау ерте заманнан бері сақталған кимешек киюдің жолын аманаттап жатты. Я, бұл салтымызды сақтайтын апаларда бүгінде азайған. Ақ жаулықты аналардың кимешекті Қытай шытқа ауыстырғаны қашан. Көбіне бұл салт қазір Баян-Өлгейдегі қазақтарда сақталған. Той барысында алыстан ат артып келген қонақтарға шапан жабылып, барынша құрмет көрсетілді. Ғалым жазушылардың бас қосуымен арнайы ғылыми конференциялар ұйымдастырылып, жауды елден азат етудегі батырлардың еңбегіне де тоқталды. Төбе астында отырған жоңғарлардың қазақ жеріне қалың қол дайындап жатқанын байқамау, ширек ғасырдан астам уақыт саналы жаудан жойылып кете жаздап қашудың себептерін саралады. Бүгінгі билік ертең ұрпақтың жадына сақтау мақсатында. Сол жоңғардан қазақ тым-тырақай болып, ақтабан болып, шұбырынды болып, неге сонша босып кетті, неге жеңді? Осыны зерттеп себебін ашуымыз керек. Айту керек ол, болашаққа сабақ, бүгінгі сабақ. Сосын неге жеңілді? Көктем болды, елдің қазіргі тауып жүрген, біздің ғалымдарымыздың айтатын себептері. Атымыз арық болды, көктем болды, ана болды, мұрау болды. Немере? Қазақ пен жоңғар бір паласада жатыр, екеуі, арасы 100 шақырым. Сонда қыс бойы жоңғардың атын біреу жемдер семіртіп шығып па? Қазақтың аты арық болғанда. Қазақтың мал төндеп өткенде жоңғардың мал төндемеп пе?
тіршілігі бірдей. Осының бәрін біз осы реалды түрде талдасақ. Ол пәленше биге, түгенше бидің көңіліне келеді екен, соның қазақтың ұлт үшін, ұлттың тарихы үшін ешкім де жоғары емес одан. Ешбір би де, ешкім патша да қазақ ұлтынан жоғары емес. Қыз қуу, теңге ілу сынды ат ойындары қазақтың мақтанышы. Астың барысында жеті көлік тігілген ат бәйгесі мен балуан күресі тойдың көркін қыздыра түсті. Бүгінгі көрермендер міне көріп отырғанда жорға жарысы кетті. Үш айналым жорға жарысы. Елді бірлікке, салтын сақтауға арналған сауынды үкіметке алақан жаймай-ақ Ержәнібек халықаралық қоғамдық қорының ұйытқы болуымен қазақтың жігіттері өткізді. Жұдырықтай жұмыса талай істі бітіретіндерін дәлелдеп, керей елінің береке бірлігін тағы бір бекіте түскендей. Әсіресе театрландырған мына бір көріністің әсерін ерекше атап өтпеуге болмайды. Жәнібектің ақ туды алға ұстап, елдің шекара шетіне бастауы оған Абылайдың ақ батасын беруі. Жәнібек келеді! Сүйінші! Сүйінші! Даңқың арта берсін Абылай хан. Сауыр мен Сайханнан жақсы хабар әкелдім. Ал сүйіншіңді, жас батыр. Хан ием, жағаласқан жоңғарды Сауыр мен Сайханнан әрі асыра қуып, әрі жеңіске жеткен бір түмен қолды бастап, керей Ержәнібек келе жатыр. Я Аллах! Ақ тілегімізді Ержәнібектің ақ найзасының ұшынан, ақ білегінің күшінен беріпсің. Ризамын сағанда жас батыр. Атамекеннен ата жауды қуған азуы 6 қарыс арыстаның. 6 лашқардақтысы Жәнібек қайда? Қай шамада келе жатыр? Ханием, сонау көрінген шаң Ержәнібек қолы. Соңында атамекен Алтайға атбасын тұралаған аяулы елі келеді. Онда не тұрыс? Елім деген ерді алдынан шығып қарсы алмаймыз ба? Баста, жас батыр! Ассалаумағалейкум, хан ием. Жоңғарда енді қазақ жеріне аяқ баспастай етіп түре қуып тастадық. 4 ойрат тас талқан боп жеңілді. Сенің даңқың арта берсін, Абылай хан! Абылай хан! Абылай хан! Абылай хан! Абылай хан! Бар бол, батырым, бар бол! Ұлы жеңіске қол жеткізген сенің ерлігің, саған ерген батырларымның ерлігі. Жасай бер, Ержәнібек! 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 Ержәнібек, сен мені мына халқыңды ақ жүрек ерлігіңмен, ақ баталы тілегіңмен, азаттықты ту еткен ақ берен жеңісіңмен тәнтеттің. Сондықтан азаттықтың ақ туын саған тапсырамын, асылерім. Осы туымен ұлы ерлігің, ар намысың, жігер қайратың ұрпақтан ұрпаққа жетсін. Ұлы ерлігіміз мәңгілік еліміздің мәңгілік рухына айналсын. Алдарыңда осы ақ туға, адал болуға ант етемін. Сен маған берген туды, менен кейін де ұрпақтарым асқақтата көтерер.
елдің ұлы жеңісі қайырлы құтты болсын. Сенің даңқың биіктей берсін, хан ием. Sen de жасай бер, батырым. Жәнібек қол соңындағы көш қайда беттізіп барады? Бір Алтайға, ата мекенге. Бәрекелді, уа халқым! Ұлы көштің ұлы сапарында жеңіс тойын бірге тойлаймыз. Қане, Алаштың ақ тулы арыстаны Жәнібек баста көшті. Қырмызыға малдырып, көшке жорға мінеді. Жүрін сауын жол үстіне салдырып, бәйбішелер келеді көш алдында, жалғыз бастырып, көшінің айдынына састырып. Шаралар сауықпен ішсе тауыспаған, ағар бұлақ сүтті жұрт, көп жылдарға бек сақтап, есенде есен болған құтты жер. Түйеге жүгін тиеген керей көші, ауылды алға сүйреген ағалар, жуас жуан биеге мінген бәйбіше мен тең арасына тоғытылған балалар. Осы бір түйелермен теңселе көшкен қойылымда қайта келмес өткен ғасырлардың көрінісін көз алдыңа келді. Құдды бір 18-19 ғасырлардың ортасында кіріп кеткенде әсер аласың. Таңсық дүниені таныту идеясы да сәтті шыққан. Осы бір ұлан асыр ас елім деген ұлдардың әлі де бар екенін білдірсе керек. Енді 2009 жылы бұл атамыздың, Ерженбек атамыздың басын көтергенде асы болды. Қазір 300 жылдығына арнайы ас беріп отырмыз. Енді бұл асты біз сауын қып жариялап отырмыз. Бұл енді өкімет тарабынан біз санаулы түрде бас тарттық. Себебі сауын болды, сауын болғаннан кейін мына жеке азаматтардың қаржысымен көтеріліп отыр. О түрінде мен ағаларыма, жолдастарыма үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Осылай, енді менің өз ойым осылай енді осылай ұмытылған дәстүрлерді жаңғырта беру керек деп білемін. Бұл кісіні қаржыландырып жатқаным енді мен тікелей ұрпақ емеспін, тікелей аталым емес, мен негізі бұл кісіні қазақ батыр деп қана білемін. Сондықтан да өйткені бұл жерге күш салысып жатқан тек керейлер ғана емес, тек ұрпағы ғана емес, бүкіл қазақ болып, бүкіл ағайын болып, бүкіл ел болып, жер болып көтеріп жатырмыз. Жауға келгенде мен керей едім, мен найман едім, мен басқа едім деген бөлінген жоқ қой. Қазақпыз деді, бір ханның артынан ере берді де, болды, өзіміздің егемендік үшін. Алталашқа сауын айтылған асқа арғысы Европадан, бергісі Қытай, Монғолиядан керейлер келді. Кең көлемінде келсе отырып, баба атын насихаттайтын жұмыстар жасалды. Астанада аламан айтыс ұйымдастырылды. Тартыс-айтыста тарихтан сыр шертетін шежірелер ақтарылып, Жәнібектің ерлігі шегіне жете жырланды. Жәнібек жайлы кино түсірейік, егерде өз бабасын танып өссе, көтерер ертең талай ұлдатуын. Корейдің ұлықтамай мың батырын, керейдің көтеріңдердір батырын айқаяға. Ай, ай. Батыр ғой Жәнібек күмән бар ма? Ерлеген елім үшін туалғанда. Қиын қыстау кезінде солар еді, құтқарған қалың елім сыналғанда. Қазақтың батырының әрқайсының есімі лайық боп тұр ұрандауға. Ендеше бабаларды ұмытпайық, арманды шың басына шығарғанда. Өйткені жумоң емес Жәнібектер, бар қазақты жеткізген бұл арманға айқаяға. Ай, ай. Осы отырған бауырларым бәріне де үлкен алғыс айтып, рахмет айтқым келеді. Өйткені бәрі де ат салысып, бір Ерженбек бабамызды елге танытып, бұл енді Қазақстанда
кейбір жерде ұмытып қалған нәрселер соның бәрінде көзін ашып жабылған бұлақтардың сусындырып елді сөйтіп жатқан жағдай. Сондықтан бұл үлкен ауқымды үлкен шаруа деп мен есептеймін. Сонау сыр бойынан бастау алатын Керей елі бүгінде Қазақстанның бірнеше облысын мекен етіп келеді. Күллі Керей баласы бүгінде Кереку, Қызылжар, Көкшетаудан бастап Балқашқа дейін жайлаған. Батырдың ел басына бұлт торлаған қиын кездегі ерен еңбегін балқаштықтарда ескерусіз қалдыра алмапты. Елдік пен бірліктерінің бар екендіктерін білдіріп, барынша атап өтті оларда 300 жылдықты. Мынау қазақ елі тойға кенде емес қой. Толып атқан тойлар бар. Бірақ солардың масштабы, көлемі тар, рудың көлемінде, республиканың бір облыстың көлемінде, ауданның көлемінде өтіп атқан дүниенің біз бүкіл қазақтық деңгейге көтеріп, бұл халықтық тойға айналды. Елдіктің белгісі. Сондықтан қазір әлгі мәңгілік қазақ елін жасаймыз деп жатырмыз ғой. Соның ең нақты көрінісі. Қазақстан батырмен биге кенде емес. Тарихты түгендеу жылдары барлығының болмаса да көбінің ата аталып, 300-350 жылдық мерейтойлар талай рет аталып өтті. Бірақ Ер Жәнібектің 300 жылдығындай жыл бойы жалпы ұлттық деңгейде тойлау бұған дейін болған емес. Тіптен жоңғарлардың түп мекені Моңғолияның өзінде де дүркіреп өткізілді батырдың асы. Өмірін күреске арнаған Ер Жәнібекке елімізден бұйырмаған көш атауы Баян-өлгейден бұйырды. Мыңдаған шақырым жер жүріп, ірі шараларды ұйымдастыру тек той-тойлау емес, тарихты түгендеу, түбінің кім екенін жастардың жадына жаттаттыру. Біздің жалпы ойымыз шеттегі қазақтардың Қазақстанға деген бір махаббатын ояту. Қазақстандағы ата-бабалардың бар екенін рухын көтеру. Көшіп келетін адамдардың Қазақстанға деген бір жастардың әсіресе ынтасын көтеру. Негізгі мақсатымыз осы болды. Жалпы Алматыда басталған батырдың тойы бірнеше мемлекетте жалғасты. Қазақта елінің ертеңі бостандық үшін күрескен батыр аз емес. Бірақ сол батырлардың ешқайсысы олардың 200-300 жылдық мерейтойларын жыл бойы тойлау, өзге мемлекеттерде жалғастыру сынды оқиғалар болған емес. Ер Жәнібектің ерлігін ұлықтаған тойдың өтіп жатқанына осымен 3-ші күн баба рухына бас иген бүгінгі ұрпақ Сарыкөл жайлауына жиналды. Алты қанат Ақордалы 100-ге жуық ақшаңқа үйлер тігілді. Моңғолия, Ресей, Қытай және Қазақстанға тараған Өр Алтай, Кенді Алтай, Тарбағатай, Таулы Алтай және Қобда бетіне қоныс тепкен Керей жұртының бүгінгі бейбіт тірлігіне бастау болғанда Ер Жәнібек. Сондықтан туғанына 300 жыл толған баба рухы әлі де қазақ жұртының бір-бірінен қол үзбей алдағы уақытта бірігіп тұруына себепкер болмақ. Арнайы Алматы телеарнасы үшін Моңғолия Бай-Өлкө аймағынан Әмірболат Құсайынұлы және Ескендір Тоғысбаев. Ер Жәнібек атамыздың туы салынған көне сандық, сауыт, дулыға, қалқан, қанжар, найза, садақ секілді қару-жарағы үш ұлына мирас етілуден тыс, қалған мұралары да ұрпақтарына үлестірілген екен. Жәнібек батырдың көзіндей болған осы мұра қазірде Алматы қаласындағы мемлекеттік орталық мұражайда сақтаулы тұр. Ер Жәнібектің ақтуы 1958 жылы беймәлім жағдайда жоғалтылса, Айдақардың төбесүйегі 1966 жылы Қытайдағы көзсіз қозғалыстар кезінде құртылыпты. Қаншама ғасыр бойы арпалысып, тәуелсіздігі үшін күрескен қазақтың басты арманы мына жұмыр жерде жұтылып кетпей, мәңгілік ел болып қалу болғанын, бұл арман сонау күлтегіннің көктасында жазылғанын еске алсақ, сабақтаса жалғасқан ұрпақтар тілегі бүгін жүзеге асып, тәуелсіз Қазақстанның көк байрағы биікте желбіреп тұр. Қазақ даласында мәңгілік елдің ары мен намысын асқақ ұстаған қаншама өр тұлғалар өтті дүниеден. Ер Жәнібек бабамыз сол баһадүрлер сапынан ойып тұрып орын алады. Шығыны мол асты, іс-шараларды бірнеше мемлекетте өткізудің мақсаты мақтан емес. Қазақ басына түскен қиыр күндерде қашпай, жауға қасқайып қарсы тұрған баһадүрдің ерлігін бүгінгі және келешек ұрпаққа жеткізу. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайып, арасын қоныс қылды бірге жайып, елім жерім қорғатын ерім болып, ер жетем ел далдан лыққа байып, ер түрік ұрпағымын даңқы кеткен, бір кезде Европаңды тітіреткен, кіргені есіп, шыққаны тесік болып, күн батыс күн шығыс қамыры жеткен, кешегі хан Шыңғыстың ұрпағына талай цар, талай кінәш тәжім еткен.
екен. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Әлі талай ұрпақ келеді. Солар шыққан тегін, бабасының жүрген жерін, күллі керей еліне көшбасшы болған батырға бүгінгі ағалардың көрсеткен құрметін көрсін. Білсін, шадына шаппасын деген мақсатпен ғана ұйымдастырылған ұлы той. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдіргені.